Қайырлы түн баршаңызға. Бізде күн салқындау, біз әлі мешіт жақтамыз. Жолдасым Раудаға кіріп кетті, ал мен күтіп отырмын сыртта, салауатымды айтып. Сіздер де барынша ұйықтамаңыздар, барлық дұға тілектеріңізді тілеңіздер, Алла қаласа, Алла қабыл етсін. Сіздердің араларыңызда Медина қаласындағы пайғамбарымыздың мешітінде орналасқан Рауда жайлы білетіндер бар ма? Егер білмесеңіздер, қазір кішігірім ақпаратпен бөлісетін болам, және сіздер таңғаласыздар мен сияқты. Біз өзіміз осында келетін кезде бірақ білдік бұндай бақша бар екенін. Рауда бақшасы. Адамдардың бәрі кіріп жатыр. Әйел адамдар мен ер адамдардың уақыты екі бөлек. Мына пайғамбарымыздың жатқан жері. Онда ойланып қараңызшы, жәннаттағы бақшалардың бір бақшасы осында Медина қаласында пайғамбарымыздың мешітінде. Бұл жерге барлығы кіріп намаз оқуға кәдімгідей тырысады, ниет етеді. Әйел адамдар бөлек, ер адамдар бөлек уақытта кіреді. Қазір арнайы программа бар, нусук деген, алдын ала бір апта бұрын регистрация жасайсыз. Ито орын болса бұйырса бұйырды, бұйырмаса хайыр. Мұндағылардың барлығы тоже айтып жатыр, кейде программаға регистрация жасаған адамдар да кіре алмай қалып жатыр деп. Енді ниеттеріне қарай барлығының. Ал жолдасымдікі бүгін жаңағы қасиетті түнге тап келіп тұр екен. Раудаға кіріп намаз оқу, Алла қаласа барлық тілеген дұға тілектері қабыл болсын. Всем привет! Біз отельден шығып жатырмыз. Кеше сыйлықтар алғанбыз, бүгін тағы да соны аяқтау керек бұйырса. Бүгін Алла қаласа кешкісін құрма бағына барамыз. Кешкі 8-дерге таман. Сіздерге сол жақтың вайбын, қызықтарын көрсетем бұйырса. Өзім де асығып жүрмін құрма бағына баруға. Каусарға осындай браслет көріп жатырмын. Алтын. 1350 реал. Біздің теңгемен примерно 220 мың теңге. Қымбат сияқты, я? Осы жерден мамаларымызға әдемі орамалдар алып жатырмыз. Yes. How are you? It was yesterday. Free. Sir, pizza. Thank you. Ауырмай. Ауырмай. Давай қолсыз. Ой. Давай.